Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Поташка. Бүгін каналымда сіздермен үй жағдайында ешқандай химикатсыз, өткір ағзаға зиянсыз қазандарды, кастрюльдерді тазалаудың жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Менде осындай ұзақ уақыт май тұрған ыдыстар және де астына май қатқан ыдыстарды тазалауды көрсетемін сіздерге. Ол үшін бізге ең алдымен осындай кір сабын, хозяйственный мыло керек болады. Барлығын теркадан өткіземіз, немесе майдалап турасаңыздар да болады. Сонымен қатар бізге ас содасы және де кез келген порошок және де сұйық май қажет болады. Үлкендей ыдысымызға суымызды құйып, қайнай бастаған кезде порошогымызды саламыз. 7 қасық ас содасын, сонымен қатар теркадан өткен кір сабынымызды қосып, және де сұйық майымызды құйып, барлығын бір араластырып, ыдыстарымызды салатын боламыз. Суымыз қайнай бастаған кезде жақсылап араластырамыз дағыны, ыдыстарды сала бастаймыз. Ыдысымыздың май шеті суға тиіп тұрған өте ыңғайлы болады. Сол кезде біздің майымыз өте тез арада еріп түсетін болады. Барлық ыдысты салып, орналастырып, жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағаттан соң ғана алып тазалай бастаймыз. Майларыңыз кетпей тұрса, жарты сағаттан көп те ұстауға болады. Арада жарты сағат өтті. Жарты сағаттан соң мен жайлап ыдыстарды сүрте бастадым. Қатты күш салмай, жай ысқылап, губканың өзімен сүрткенге кете бастады. Міне мына жерде мен қатты күш салып тұрған жоқпын, тек губкамен сүртіп тұрмын. Майлардың барлығы өздігінен еріп түсіп жатыр. Және де ескеретін жағдай, тек ыстық кезінде тез сүртіп алу керек, немесе майларыңыз тағы қатып қалуы мүмкін. Сондықтан ыстық жерде осылай кастрюльдің ішінде сүртіп алыңыздар. Байқап, абайлау қажет. Және де осылай күш салмай сүрткен кезде кетпей жатса, қазан қырғышпен сүртуге де болады. Қазан қырғышпен сүрткенде де қатты күш салмайсыздар, жай ысқыласаңыздар, соның өзіне тез кетіп қалады. Міне байқағандарыңыздай, жай ысқылағанның өзінде тез кетіп қалып жатыр. Тағы да осындай суға сіздер үйлеріңізде қасықтарыңызды, немесе кез келген темір ыдыстардың барлығын қайнатып, осылай тазалай берсеңіздер болады, жылтырап, әдемі болып қалады. Сонымен қатар осы суда шыныларды да қайнатып тазалауға болады. Мысалы, мына жерде мен осы кастрюльдің крышкасында қайнатқанмын. Байқасаңыздар, майлары тез еріп, бір сүрткеннен түсіп қалып жатыр. Осыдан соң барлығын суға шайып аламыз, ағынды суға. Сол кезде жылтырап, әдемі болып қалады. Артық күш салудың қажеті жоқ, жай ғана ысқыласаңыздар, барлығы тез арада кетіп қалады. Барлығын осылай жуғаннан соң ағынды суға шайып аламыз. Сол кезде ыдыстарыңыздың барлығы тап-таза, жып-жылтыр, әдемі болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса, комментарияға жазып кетіңіздер пікірлеріңізді. Немесе сіздер қалай жасайсыздар, сіздерде қандай лайфхактар бар, комментарийде бөлісіп отырыңыздар. Осы қазан тазалау әдісін сіздерге ұсынбай тұрып, мен эксперимент жасап көрген болатынмын. Яғни қазандарымды, мантываркаларымды жуып көргем. Өте қолайлы, өте ыңғайлы эксперимент болды. Барлығы таза болып, жылтырап қалды. Сондықтан сіздерге осы әдісті бөлісуді жөн санадым. Біраз уақыт бойы май қатқан ыдыстарыңызды осылай қайнатсаңыздар, міне күш салмай, ешқандай азелитсіз, зиянды заттарсыз тазалап алуға болады. Қатты күш салмаймыз, тек 1-2 сүртіп, шайып алсаңыздар жеткілікті. Ыдыстарыңыз жылтырап, осылай айнадай болып қалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркелмегендеріңіз каналға тіркеліп, келесі видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар.